Сәлем достар, Суперкеліншектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге пирожный шу дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең бірінші бояғыш қосылатын қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге сары май, ұн, қант ұнтағы қажет. Сары май бөлме температурасында еріген болса тіпті жақсы, мен кішкене қаттылау, сондықтан мен аздап ертіп аламын. Мінекей сары майымызды аздап ертіп алдым. Енді үлкенірек ыдысыма саламын. Сары майымызды бір араластырып аламыз. Мұнда енді ұнымызды, сахарный пудрамызды қосамыз, яғни қант ұнтағын. Қамырымызды біркелкі етіп біріктіріп алдық. Енді 3 бөлікке бөлемін. Сіз өз қалауыңызша бөліктерге бөлмесеңіз де болады, немесе өз қалауыңызша 3, 4, 5 бөлікке бөлсеңіз болады. Мен не үшін бөліктерге бөліп жатырмын? Себебі мен красителермен боямақшымын. Осындай красителермен. Сол үшін бөліктерге бөліп жатырмын. Яғни менің пирожный шуларымның бетінде көк, қызыл түсті тесто пайда болады, ол осы красителдің көмегімен. Араластырамыз. Мінекей нәтижесінде мынандай әдемі түс пайда болды. Енді келесін бояймыз. Енді қалған екі қамырымызды дәл солай бояп алатын боламыз. Мінекей барлығын бояп қойдым. 3 түрлі түске боядым. Сіз өз қалауыңызша тағы да ескерте кетемін, қалаған түстеріңізге боясаңыз болады. Енді пищевой пленкаға салып орап қоятын боламын. Енді заварной қамыр жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сүт, су, сары май, аздап қант, кішкене бір шықым ғана тұз, ұн, жұмыртқа қажет. Ең бірінші біз ыдысымызға сүтімізді, суымызды құямыз. Сүтіміз бен суымызды құйдық. Енді сары майымызды саламыз. Және аздап тұзымызды, қантымызды саламыз. Енді плитамызға қойып, барлығы ергенше араластырамыз. Мінекей сүтіміз пісіп қайнап жатыр. Астына ақырындатамыз. Енді барлық ұнымызды саламыз. Енді жақсылап араластырып отырамыз. Енді суы азайып, ұнымыз толыққанды біріккенше араластырып отырамыз. Мінекей біздің уже қамырымыз дайын. Біркелкі болып бірікті. Мінекей суы азайды. Енді оттан аламыз. Енді біз мұнда орташа қою болғанша жұмыртқамызды салып отырамыз. 4-5 жұмыртқа қажет болады. Меніңше 4 жұмыртқаның өзі жеткілікті секілді. Қазір жұмыс барысында бақылап көреміз. Бірінші 2 жұмыртқамызды саламыз. Миксерлейміз. Көрдіңіздер ме, қамыр әлі қатты, сондықтан тағы да жұмыртқа саламыз. Егер жұмыртқамыз ұсақ болса 5 дана қажет, жұмыртқамыз ірі болса 4 дана қажет. Миксерлейміз. Мінекей
Қамырымыз мынандай консистенцияда пайда болды, мінекей. Осы қамыр бізге жеткілікті. Яғни осындай болғаны жеткілікті. Енді біз бұны кондитерский мешогымызға саламыз. Кондитерлік мешогымызға салып алдық. Енді былай шарик жасап пісіретін боламыз. Ашықтар нәтиже алыс қылып жатырмын, себебі заварное тесто болғандықтан өте қатты көтеріледі. Бір-біріне кедергі жасамас үшін осы ашықтықтарын ашық-ашық жасап жатырмын. Қамырларымызды аламыз. Мінекей. Біреуін алып, қазір жаятын боламыз. Ортасына салдым, енді қамырымды жаямын. Нәтижесінде қамыр былайынан жайылады. Мені жұқа етіп жайып алдым. Енді мынандай дөңгелекпен өзіміздің тестамыздың размеріне қарата осылай шеңберлі жасаймыз. Міне қараңыздар, қамырым сондай жұп-жұқа. Мінекей қызыл қамырды да тура солай жасап алдым. Енді формамен дөңгелетіп жатырмын. Шетінен алып, қамырлардың үстіне қойып шығатын боламын. Дәл осылай барлығын жасаймыз. Мінекей барлық қамырларымыздың бетіне қойып шықтық. Екінші қамырымызды енді духовкаға салып 180 градуста пісіретін боламыз. Шамамен 7-10 минут аралығында піскенше міндетті түрде бақылап отыр. Себебі әр духовканың температурасы, ыстықтығы әртүрлі болады. Я пісіру деңгейі де әртүрлі болады, сондықтан міндетті түрде бақылап қарап отырыңыз. 180 градуста пісіреміз. Духовкамызға салдық, енді пісіретін боламыз. Қараңыздар, беткі слойы еріп жатыр уже. Қазір керемет шу пирожнойлар дайын болады. Қараңыздар, қандай керемет болып пісіп жатыр. Қазір ашып көреміз, піскен-піспегендігін. Пісіп қалған сияқты. Мені қараңыздар, асты золотистый болды. Значит, уже пісті. Аха, уже пісті. Енді алай берсек, біздің пирожнойларымыз дайын. Пирожның піспеген-піспегендігін астынан қарасақ болады. Асты золотистый болды, демек пісті деген сөз. Енді барлығын салқындатамыз. Оған дейін қалған пирожнойларымызды пісіреміз. Сонымен достар, нәтижесінде бізде мынандай пирожнойлар пайда болды. Мінекей. Өзіңіздің қалаған ұнататын креміңізді қолданып дастарханға ұсынсаңыз болады, немесе осы күйінде ұсынсаңыз да болады. Маған мысалы кремсіз өте қатты ұнайды. Бірақ крем қолданып үстін әсемдесеңіз немесе беткі шапочкасын кесіп алып крем жақсаңыз өте әдемі көрінетін болады. Пирожный шуларымыз дайын болды. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз. Өзіңізде және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Құралай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.